Тараздың түнгі безендірілуіне бөлінген 102 миллион теңге текке кетті. Былтыр ғана жылдың 4 мезгіліне арнап орнатылған жарық шамдардың қазір жартысынан астамы жанбайды. Шаһар билігі бұл олқылыққа 5 ай бұрын болған боранды кінәлап отыр. Сонда қазынадан бөлінген қаражат та, жаңадан салынған электр желілер де жарамсыз ба? Тілшіміз біліп келді. Табиғаттың тосын мінезіне төтеп бере алмаған шамдарды жамбылдықтар желіде жарыса жазуда. Себебі облыс орталығында бағдарша мен жарықтың жиі өшетін әдетке айналған. Енді олардың қатарына көшедегі шамдар да қосылды. Оған кім кінәлі? Тағы да жел кінәлі. Сонда бізде қалалық акимат ештеңеге жауап бермейді. Ол 102 миллион қол шамдарды алған кезде ол қанша градусқа шыдамды, қанша суыққа, қанша ыстыққа, ол қанша градус желге шыдамды екенін тексеріп алу керек қой сапалысын. Ал бізде ең оңай сылтау жел кінәлі. Шаһардың шырайын келтіреміз, безендіреміз деп безек болған әкімдік былтыр әуежайдан орталыққа дейін жарық жолағын жүргізген. Идея авторы саналатын Тараз әкімі Ержан Жылқыбаевты бұқара өз жобасына салғырт қарады деп сынға алуда. Белсенділер айтқандай жарық шамдардың жылға жетпей жарамай қалуын расымен де әкімдік желдің салдары деп түсіндірді. Алайда 2021 жылдың қараша айында жылдамдығы 28 метр секунд болатын боран болып, жарық шамдар бірнеше рет жөндеуден өтті. Жыл басынан бері Таразда тағы да жойқын боран соғып, салдарынан осы барлық безендірулер істен шыққан болатын. Әншейінде ел алдында есеп беруге асығатын Жылқыбаев жарыққа қатысты ләм демеді. Десе де, әулиеталықтарға кеткен кем-кетікті түзейміз деп сендіріп отыр. Компаниямен болған келісімшартта көрсетілгендей серіктестіктің кепілді мерзімі бар. Сондықтан қосымша қаржы қарастырылмайды екен.